Сәлем достар, бүгін бұл видеода мен сіздерге ешқандай да заңгерлік кеңес бермеймін. Осы жылдың сәуір айынан бастап мен ЮНИСЕФ Қазақстан ұйымына ақпаратты онлайн тарату жөнінде ерікті волонтер болғанды білесіздер. Бұл видеода мен карантинде позитивті болуға бола ма? Сондай-ақ психолог маманның кеңестерін тегін қайдан және қалай алуға болады деген сұрақтарға жауап беремін. Егер де осы жағдайлар сізге қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Сонымен карантиннің тең жартысы өтіп кетті. Енді бұдан былай аз ғана уақыт, кішкене ғана шыдасақ, осы жағдайдан аман есен шығармыз. Осы карантин уақытында не істеп үлгердіңіздер? Өзіме келетін болсақ, түрлі кітап оқыдым, онлайн вебинар сабақтарды өттім, сондай-ақ көптеген онлайн марафондарға қатыстым, прямой эфирлермен көптеген фильмдерді, сұхбаттарды көрдім. Ары қарай тағы да карантинде біздің не істегенімізді көруге болады. Сондай-ақ бүгін айта кететін жағымды ақпарат, ол Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі қолдауымен Республикалық психология ғылыми-практикалық орталығы халыққа онлайн тегін психологиялық көмек көрсетуді бастап жіберді. Өз басым бұл өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда психологқа жүгіну кез келген адамның қалтасы көтере бермейтін дүние. Ал сайтқа кіретін болсаңыз, ол жерден көмек пен қолдау, сондай-ақ стрессті басқаруға үйрету, бір-бірімен қолдаушы қарым-қатынасқа түсе білу сияқты түрлі психологиялық кеңестерді біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандардан анонимді түрде тегін алуға болады. Кеңестердің барлығы екі тілде беріледі, қазақ және орыс тілдерінде. Бұл сайттағы психологиялық көмектер 6 түрге бөлінген. Біріншіден ол қарт адамдарға арналған, екіншіден балалар мен жасөспірімдерге, үшіншісі мүмкіндігі шектеулі адамдарға, төртіншісі карантин жағдайында оқшау қалған ересек адамдарға, бесіншіден ол COVID-19 тікелей байланысты қызметін жүзеге асыратын денсаулық сақтау мамандарына,
Алтыншыдан, халыққа COVID-19 коронавирустық жұқпасынан таралу жағдайларында психопрофилактикалық және психоәлеуметтік шаралар бойынша сұрақтарыңызды қоюға болады. Бұл сайттың сілтемесін мен төменде міндетті түрде қалдырып кетемін. Әрине, біздің өміріміз сондай әдемі, керемет болатындай ертегі емес, шынайы өмір. Сондықтан да жақсылықпен қатар жамандық, бақыт қуаныштың жанында қайғы да бірге жүреді деген сияқты. Бізде де бұл карантин уақытында қайғылы жағдай орын алды. Ол жағдай кеше осы біздің үйімізден көп қабатты үйлердің төменгі қабатының бір пәтерінен өрт шықты. Сосын барлығымыз тез арада жаңағы үйден далаға шығуымызға тура келді. Әрине бір үлкен қорқыныш сезімі болды. Ол пәтердің барлық мүлкі өкінішке орай жанып кетті. Қазіргі таңда біз бүкіл үйімізбен сол пәтердің тұрғындарына қолдан келгенше көмек көрсетіп жатырмыз. Қуантарлық жағдай, өрт машинасы тез келіп, қуанышымызға орай ешкім зардап шеккен жоқ. Өрт неден шыққан белгісіз, алайда тоқтың әсерінен, замыкание дейміз ғой, содан шығуы да мүмкін деген болжам бар. Бұл жерде мен құқық қорғау органдарымен өрт сөндіруші жігіттерге үлкен алғысымды білдіремін. Себебі олардың атқарып отқан жұмысы, бірліктілігі, тез арада шешім қабылдайтыны кешегі жағдайдан біз өз көзімізбен көрдік деуге болады. Осымен бүгінгі видеода менің сіздерге карантинде позитивті болуға бола ма және де психологияға қатысты біраз мәліметтермен бөлістім деп ойлаймын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде қалдырып кетіңіздер. Сондай-ақ каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.